Құрметті менің көрермендерім, сіздерге имбирь тамыры таныс нәрсе. Кез келген адамға қазіргі кездегі имбирь тамыры өте таныс. Бүгін біз осы имбирь жайында және оны үй жағдайында қалай өсіру керектігі жайында айтпақпыз. Осындай имбирьді жаңағы үйде өсіріп, жаңағы өз жемісіңді емге, күнделікті денсаулықты сақтауға қолдану жаңағы өте сондай бір жақсы іс. Сондықтан да осы имбирьді өсіруді толық біліп алу үшін каналыма тіркеліп, осы қалай егу жөніндегі кеңесті тыңдауларыңызды өтінемін. Алдымен имбирьді егу үшін жаңағы ең бірінші имбирьді сатып алғаннан кейін кәдімгі дүкеннен оның қандай жерінде бүршіктері бар екендігін ақырын байқап қараймыз. Мына имбирьдің жаңағы бүршіктерін мен қарап, жаңа ғана міне кесілген жерін байқасаңыздар, жаңа ғана кесілген сол бүршіктерін былай қылып кесіп алдым, 3 бүршігін. Ол маңызды емес, бүршіктің жаңағы көктеп шығып келе жатуы. Кез келген бүршігін осылай жеке-жеке кесіп алып, мынадай аузы жабылатын ыдысқа, пластмасс болсын, мейлі жаңағы әйнектен жасалған ыдыс болсын, аузы жабылатын болса болды. Сондай ыдысқа осылай түбіне салфетканы салып, оны дымқылдап, осындай жаңағы имбирьдің дәндерін осылай ішіне бірнеше көшелерін тауып, кесіп салып қоямыз. Одан кейін бұның қақпағы мен бетін жауып, ылғалдылықты сақтайтындай бір терезенің шеткі жағына қоя салуға болады. 1-2 аптадан кейін бұларға жаңағы бүршіктердің маңайынан тамыр шығады. Шыға бастайды қылтиып, түбінен шықпайды тамыр. Мысалға, мына бүршіктің астынан шықпайды тамыр, мына астыңғы жағынан, керісінше ол жаңағы бүршіктің жан жағынан тамыр шыға бастайды, бет жағынан. Сол үшін бұл жаңағы тамыршаны кейін еккен кезде топырақтың бетіне жақындау қойып егуге болады. Осының алдында мен имбирьді осылай сатып алып, ол мынадай жуан болған жоқ, ол жіңішкерек болған, сондықтан оның бүршіктері өте көп болды. Сол бүршіктерді тамырлатып еккен болатынмын. Соның ішінде кейбіреулері жаңағы тамырланбай өліп қалғандары болды, ал кейбіреулері міне бүгінгі таңда міне қарасаңыздар үлкен болып өсіпті, 20-25 сантиметрге жетті. Бұл неше айда? 1 айда 25 сантиметрге жетіп отыр. Топыраққа салынғанына 1 ай болды. Мінекей ол мынандай мінекей үш несі осындай, мына тәрелкедегі тұрғандай 3 бүршігі жаңағы 2 аптадай тұрып тамырланғаннан кейін егілген ғой. Енді мынау сонда 3-еуін қатар еккен, біреуінің тамыры кішірек болған, ол екеуі міне кішірек болып өсіп тұр. Ал енді мынау ең бірінші тамырлаған, тамыры үлкендеу еді, мынау биіктің, ол қазір бүгінгі таңда 25 сантиметрге дейін жетіп отыр. Мінекей имбирьді де жаңағы қазіргі бүгінгі таңда енді мынау Нұр-Сұлтан қаласында бұлар 2,5 мен 5 мыңның аралығында әртүрлі жаңағы дүкендерде, базарда деген сияқты жаңағы осылай бағада сатылады. Егер де сіздер осыны өздеріңіз егіп, күнделікті шайда қолданып отыратын болсаңыздар, 100 аурудың емі болып табылады. Бұл жаңағы имбирьдің күту жайында айтатын болсақ, кәдімгі басқа да өзге де гүлдер сияқты топырағы кебе бастағанда ақырындап су сеуіп қойсаңыздар, су құйып қойсаңыздар болады. Қатты шылқытып
су құюға болмайды. Кез келген гүлге де, қандай гүл болсын, қатты жаңағы суды жақтырмайды. Күннің көзінде жаңағы тұрып әдемі өседі. Имбир күнделікті, әрбір адамның күнделікті қолданатын асы болып дастарханның үстінде тұрса, ол адамның денсаулығының мықты болып, ішкі органдардың, ас қорыту органы, жүрек, бауыр, бүйрек секілді жаңағы ішкі ағзалардың жұмысын жақсартады. Ішіне тас тұрған болатын болса, сол тастарды ерітіп жіберуге, майдалап жіберуге бұның әсері үлкен. Сондықтан да әрқайсымыз осындай имбирді үйде өсіріп, өзіміздің еккен жаңағы имбиріміздің тамырын шайға қосып ішсек, ол одан да бетер оның бізге пайдасы мол болары анық. Енді имбир сонымен қатар адамның көзінің көргіштігін арттырады, шаш түсіп жатады, шаш ерте ағарып жатады жастардың. Міне бұған да үлкен септігі бар. Жаңағы шаштың түбінің жаңағы бек мықты болуына, одан кейін көз тамырларының да жаңағы жұмыстарын, қан айналымын жақсартып, көздің көргіштігін арттырады. Бұл енді жалпы ағзаны, ағзаға жалпы қандай буын аурулары болсын, түрлі енді адамның ағзасындағы барлық мүшелердің жұмысын жақсартады. Өйткені адам жеке-жеке не қылмайды. Адам бір тұтас нәрсе ғой енді. Сондықтан организмді осылай тұтастықта емдеудің, сақтаудың үлкен маңызы бар. Менің видеом сіздерге жаңағындай пайдалы болған болатын болса, тағы да каналыма тіркеліп, пайдалы кеңестерді жіберіп алмауларыңызды сұраймын. Тек қана имбир емес, осы экзотикалық басқа да өсімдіктердің жемістерді қалай отырғызу жөнінде көптеген видеоларым бар. Оларды да қоса көрсеңіздер, сіздерге үлкен пайдалы болады деген үміттемін. Қош сау болыңыздар.